Қайырлы күн. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қозғалыс және оның қасиеттері. Геометрия және оның қасиеттері. Ұқсас фигуралар және олардың қасиеттері. Үшбұрыштар ұқсастығының белгілері. Яғни бүгін тақырыпта фигуралардың пішінінің қалай сақталатындығын және өлшемдердің қалай өзгеретіндігін түсінуге көмектеседі. Бірінші, ол қозғалыс және оның қасиеттері. Фигура жазықтықта орын ауыстырғанда, оның өлшемдері мен пішіні өзгермей түрленуі. Яғни орын ауыстырған кезінде өлшемдері және пішіні өзгермей түрленуі. Қозғалыс түрлері: көшіру, айналдыру, айнаға шағылдыру. Қасиеттері: қашықтықтар сақталады, бұрыштар сақталады, фигура пішіні өзгермейді. Бірінші, көшіру, яғни жылжытуды қарастырайық. Бізде жерде төрт бұрыш берілген. Осы төрт бұрышты біз төрт бірлік оңға дейік. 1, 2, 3, 4 және бір бірлік жоғары дейік. Осы жерге төрт бұрышты салайық. Енді біз төрт бұрыш салдық. Қашықтықтары сақталды, бұрыштары сақталды және фигура пішінін өзгерген жоқ. Енді айналдыру. Біз мына жерде тік төрт бұрышты, үшбұрышты көріп тұрмыз. Неге? Тік бұрышты, үшбұрышты айналдырып жатырмыз. Айналған кезінде бізде ешқандай бұрыштары өзгерген жоқ, сол қалпында қалды. Және мына жағы 3, 4 болды, мына жағда 3 пен 4 болды. Ешқандай бұрыштары өзгерген жоқ, қашықтықтары сақталды, фигураның пішіні де өзгерген жоқ. Енді айнаға шағылдыру. Мысалға, мына фигураны қарайық. Мынаны айна деп алайық. Осының ортасын бөлген кезде айнаға қандай да затты шағылдырсақ, тура сондай зат шығып тұр. Яғни біздің қашықтығымыз сақталды, бұрыштарымыз сақталды, фигураның пішіні еш өзгерген жоқ. Тура солай дәл осыны біз, яғни айнаға шағылдырған кезде тура осы фигура шығады. Енді бір мысал есеп қарастырайық. Үшбұрышты 90 градусқа айналдырдық дейді. Бұрыштары өзгерді ме? Ендеше мына фигураны айналдырайық. Айналдырып жатыр, 90 градусқа айналды. Осы кезде біздің ара қашықтықтарымыз сол қалпында қалды, бұрыштары сақталды, фигура пішіні өзгерген жоқ. Енді геометрия. Геометрия, яғни фигураның өлшемі белгілі бір коэффициентке үлкеюі немесе кішіреюі. Коэффициентті біз к әрпімен белгілейміз, ал геометрияның центрі О. Мына центр О центрі. Ал К мына тұр. Яғни геометриялық қатынас дейді. ОА штрих мына бөлік, яғни ал бізде ОА дейді. Мына бөлік біздің қатынас болады екен. К, яғни коэффициент бірден үлкен болған кезде біздің мына фигурамыз, яғни өсті, үлкейеді екен. Ал біздің К-мыз, яғни бірден кіші болған кезде былайынан кішірейеді екен. Ал фигурамыз, яғни К нөлден кіші болса, фигура қарама қарсы бағытта орналасады. Қасиеттері бойынша бұрыштары өзгермейді. Мына қарап тұрмыз, мына бұрышын 60 градус сақта, мына бұрышы сол қалпы 60 градуста қалады. Ал қабырғалар К есе өзгереді. Яғни К есе өзгеру дегеніміз өсуі немесе кішіреюі. Фигураның пішіні сақталады. Бізде үшбұрыш көріп тұрмыз ғой. Тура солай үшбұрыштың фигурасы сақталады. Мысал қарастырайық. Тікбұрышты үшбұрыштардың қабырғалары дейді. Мінекей, тік төртбұрышты үшбұрышты сыздық қабырғалар дейді. 3, 4, 5. Енді К коэффициенті, яғни К тең 2-ге болса, жаңа қабырғалар тап, біз мына қабырғаларды табуымыз қажет екен. Енді К 2 деп тұр. Демек, біз мына сандарымызды, яғни 3, 4, 5 дегенде өз-өздеріне қосамыз. 3-ке 3-ті қосып 6. Және К есе өсіп тұр. 2-міз. 4 қосылған 4, 8, 5 қосылған 5, 10. Яғни мына бұрышымыз 6-ға тең, мына бұрышымыз 8-ге тең, мына бұрышымыз 10-ға тең. Бұл не үшін бұлай болды? Себебі жаңа айттық қой, бұлардың арасындағы бұрыштары өзгермейді, сол қалпында қалады және пішіні өзгермейді. Ал біздің К-мыз, яғни өсіп тұр, К 2-ге тең болған жағдайда біз мына сандарды өз-өзіне қосамыз. Енді ұқсас фигуралар. Егер екі фигураның сәйкес бұрыштары тең болса дейтіні, біздің С бұрышымыз бір-біріне тең және А бұрыштарымыз бір-біріне тең. Бұларды штрих деп алайық, шатаспас үшін. Және мына Б штрихіміз тең екен мына Б бұрышына. Және сәйкес қабырғалары пропорционал болса,
пропорционал дейді. Мына бұрышымыз бен мына бұрышымыз пропорционал болса дейді. Онда бұлар ұқсас фигуралар дейді. Ұқсас фигураның коэффициенті к әрпімен белгіленеді ғой. Енді сол к тең үлкен қабырға және кіші қабырға дейді. Біздің үлкен қабырғамыз 2аб болып тұр. С штрих а штрих бөлінген с аға. Енді бұларымыз 2аб деп тұр. 2аб бөлінген б. Ал бұдан бізден шығады 2 шығады екен. Дәл солай бізде с штрих б штрих бөлінген с б. Мына мен мына аралық. Демек 2а бөлінген а 2-ге тең. Мына жерде де тура солай аламыз. А штрих б штрих а б тең 2с бізден 2 шығады. Демек бәрінің ара қатынастары тең болады екен 2-ге. Осы кезде бар біздің фигурамыз ұқсас фигура болады екен. Демек қасиеттері бойынша бұрыштарымыз тең, қабырғалары пропорционал, ал периметрлері к есе өзгереді, ал ауданы к квадрат есе өзгереді екен. К квадрат есе, яғни өсуі дегеніміз, мына аралықтың мысалға 6 болса, мына жағымыз іші дәл солай ауданы к квадрат деген 36 есе өзгеруі. Енді бір мысал есепті қарастырып жіберейік. Мына беті 16 32-ге. Осы аралық және 22 44-ке дейді. 22 44-ке дейді. 25 50-ге. Енді мына жерде бөлейік. 32-ні бөлгенде 16-ға 2 шығады. 44-ті 2 бөлгенде 2 шығады. 50-ді 25-ке бөлгенде 2 шығады. Демек бұлар бізде ұқсас фигуралар. К-мыз, яғни К-мыз 2-ге өсіп тұр. Мысалға, кішкентай үшбұрыштың қабырғалары дейді. 2, 3, 4 болсын дейді. Үлкен үшбұрыш ұқсас, демек бірдей болады. Мына бұрыштар мен мына бұрыштары тең деген сөз. Ең үлкен қабырға 8 см. Мына бұрышымыз ең үлкен қабырғамыз 8 см дейді. К-ны табуымыз керек. Біз мына жағдайда кіші үшбұрыштың ең үлкен қабырғасын аламыз. Мына 4-дегі ең үлкен қабырғаны аламыз. Және екінші фигурамызға қарап ең үлкен қабырғасын аламыз. Енді осы ең үлкен қабырға бірінші жазамыз. Сосын бір кіші қабырғаны бөлеміз. Демек 2-ге тең. Біздің К-мыз демек 2-ге тең. Дәл солай бірін-біріне, яғни 2-ні. Дәл солай 2 қосылған 2 тең 4-ге. 3 қосылған 3 тең 6-ға. Демек мынауымыз 6, мына жеріміз 4. Енді үшбұрыштар ұқсастығының белгілері. Бізде үшбұрыштар ұқсастығының белгілерінің 3 түрге бөлінеді. Оның біріншісі бұрыш, яғни ББ. Егер 2 бұрыш тең болса дейді, үшбұрыштар ұқсастығы болады. 2 бұрыш деген сөз, мына жеріміз тең болса, мына жерімізге және мына қабырғамыз тең, мына қабырға осы кезде үшбұрыштар ұқсастығы болады. Біз айттық қой, үшбұрыштардың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең болуы керек. Енді мынаны алып көрейік, 30 қосылған 70 қылайық. Және бұған x деп алайық. Мына бұрышымызды x деп алайық. Енді 180 градус тең 100 градус қосылған x. Демек x-тен 80 градус. Мына жеріміз 80 градус шықты. Ал мына бұрышымызда 80 градус, мына бұрышымызда 80 градус. Мына бұрышымыз 30 болған жағдайда, демек мына жақта 30 градус болады екен. Демек бұл фигурамыз ұқсас екен. Енді мысал есеп. Альфа 50 градус болсын дейді. Беттамыз 60 градус болсын дейді. Енді үшінші бұрыш бізде 180 градус дедік. Тең 60 градус қосылған 50 градус плюс x. Демек 180 градус тең 110 градус қосылған x. X-іміз тең 70 градус. Мына бұрышымыз 70 градус болады екен. Демек тура солай мына бұрыштарымызда тура сондай 60 градус, 50 градус, 70 градусқа тең болады екен. Енді екіншісі қабырға, бұрыш, қабырға. Егер екі қабырға пропорционал және олардың арасындағы бұрыш тең болса дейді. Мына бұрышты көріп тұрмыз ғой. Мына бұрыш екеуі тең екен. Мынаны біз альфа, мынаны альфа штрих деп алайық. Яғни альфа штрих бір-біріне тең. Осы кезде бар ұқсас бұрыш болады екен. Енді екі қабырға пропорционал дейді. Мына қабырғамыз көріп тұрмыз ғой, 24, ең үлкен қабырғасында 12-ге. Біздің бөлген кезде бізде 2 шығады. Дәл солай 16 8-ге тең 2 шығады. Демек бұлар ұқсас бұрыштар 2 шықты. Мысалға бір есеп қарастырайық. А1 бөлінген B1 тең
А2 бөлінген Б2-ге дейді. Ал бұрышы гаммасы, яғни тең 60 градусқа. Бізде өзі айтып тұр ғой. Гаммалар, мынау үшті гамманы алайық. Штрих, мынаны гамма. Бұл екеуде 60 градус болады, мынауда 60 градус болады. Ал бізде А1 бөлінген Б1 деп тұр. Енді мына бөлігін А1, мына бөлігін Б1 деп алайық. Мына бөлігінде дәл солай А2, мынаны Б2 деп алайық. Яғни қатынастары бірдей болып тұр. Мысалға, мына жерін 3 деп алайық, мына жерін 3 деп алайық. Мына жақта 4, 4. Яғни 3 тең 4, 4. Біз 3-ге бөлген кезде 1, 4-ті 4-ке бөлгенде 1 шығады. Яғни біздің үшбұрышымыз ұқсас екен. Енді қабырға. Яғни барлық қабырғалары пропорционал болса, онда олар ұқсас дейді. Пропорционал дегеніміз мына бұрыштары, және мына бұрыштары бірін-бірімен пропорционал болса. Осы кезде барып, біздің үшбұрышымыз ұқсас болады екен. Енді бір мысал есеп қарастырайық. Мына 3, 4, 5-ке болсын. Дәл солай. Мына жағда 6, 8, 10-ға болсын. Енді біз бірінші міндетті түрде үлкен қабырғасын жазамыз. D, E 6-ға тең. Дәл солай A, B 3-ке тең. Бөлшекке аламыз. Осы кезде бар 6 бөлінген 3-іміз тең болады 2-ге. Дәл солай бізде D, F. D, F-іміз 8-ге тең. A, S-іміз 4-ке тең. Демек 2-ге болады. Тура сондай қып F және E ол бізде 10-ға тең. Ал S және B 5-ке тең. Дәл солай 2-ке тең. Яғни бізде мынау барлығы 2 тең 2-ке. К-мыз 2-ке тең. Демек бұл бізде ұқсас үшбұрыш болады екен. Қозғалыс фигура пішінін өзгертпейді. Гоматетия фигураны үлкейтеді, немесе кішірейтеді екен. Яғни К есе үлкейтеді, немесе кішірейтеді. Ұқсас фигуралардың пішіні бірдей, өлшемі әртүрлі болады. Мысалға бізде жаңа айттық, үшбұрышты көріп тұрмыз. Біздің ішіндегі пішініміз бірдей үшбұрыш болып тұр, бірақ әртүрлі қабырғалары. Үшбұрыштың ұқсастығын 3 белгісін қарастырдық. Бұл білім геометриялық есептерді шығаруда және сызбаларды талдауда өте маңызды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.